Сәлем достар, бүгін біздермен осындай өте керемет дәмді болып шығатын котлеттер дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен каналға тіркеліп кетіңіздер. Бізге қажет заттар бауыр, картоп, пияз және де сәбіз. Егер қалауларыңызға қарай сарымсақ қоссаңыздар болады. Ең алдымен барлығын осылайда турап алып, мясировкадан өткізетін боламыз. Картопты, пиязды барлығын қосып өткізіп аламыз осылай. Мінекей былай өткізіп алдым мен. Өздеріңіз көріп тұрғандай картоп көбірек қосқан сайын дәмдірек болады. Сол үшін көбірек қостым. Енді біз бұған қажет заттарын тағы да қосатын боламыз. Бізге тұз, бұрыш қажет болады. Жақсылап араластырып алып қосатын боламыз. Татымына қарай тұз, бұрыш қосамыз. Егер сіздерге басқа да специялар ұнаса қоссаңыздар болады. Және де осылай кішкене сүт қосып жібердім. Ең соңында кішкене ғана ұн қосамыз. Барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Және де қызып тұрған табадағы майға екі бетінде жақсылап қуырып аламыз. Мінекей менде осындай болып шықты. Қатты сұйық емес. Майын көбірек құйсаңыздар ештеңе етпейді. Өзі піскен соң кішкене көтеріліп шығатын болады. Екінші бетін аударып осылай пісіріп алатын боламыз.